Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гаухар. Бүгін осындай ерекше дәмді, биік болып шығатын сникерс пирогын жасаймыз. Кеттік. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге қант, бір жұмыртқа, ерітілген немесе бөлме температурасындағы тұрған сары май қажет болады. Енді барлығын бір табаға салып болғаннан кейін венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Майдың майлылығы қыздар міндетті түрде 60%-дан жоғары болу керек. Сол кезде сіздің пирогтарыңыз жұп-жұмсақ және де қатпайтын болады. Ал егер де 60%-дан аз болса, онда сіздің пирогтарыңыз қатты болып шығуы мүмкін. Келесі кезде міндетті түрде електен ұнды өткіземіз. Оның барлығы өлшеулі, видеоның астында барлық ингредиенттері жазулы тұр. Ұнымызды жақсылап електен өткізіп болғаннан кейін мен какаоға бірден қопсытқышты салып жібердім. 4 ас қасық какаоны және де қопсытқышты салып жақсылап араластырамыз. Бізде кәдімгідей жұп-жұмсақ, нәзік болып шығатын қамыр пайда болады. Осылай қасықтың көмегімен араластыра отырамыз. Диаметрі 20 см болатын осындай формаға енді әдемілетіп қамырымызды жайып шығамыз. Бортиктарын биік ете шығарамыз. Диаметрі 23 см форманда пайдалансаңыздар болады. Келесі кезекте салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге қымбат сгущенка қажет болады. Өйткені қымбат қойылатылған сгущенканың дәмі иристің дәміне сай болып келеді. Жақсылатып бір банкадағы қойылатылған сгущенканың барлығын шығарамыз. Одан кейін арахистерімізді қосамыз. Арахис немесе ұнтақталған осындай арахистерді де пайдалансаңыз болады. Қасықтың көмегімен видеодағыдай енді жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Бұл пирогтың дәмі кәдімгідей дүкендердегі, кафедегі сатылатын пирогтардың дәмінен еш кем емес, тіпті өте дәмді. Сол себепті еш уайымдамастан жасап көріңіздер. Енді дайын салманы әдемілетіп осылай формамызға салып, жан жақтарына біркелкі етіп жағып шығамыз. 180 градуста алдын ала пешімізді бір 15 минуттай қыздырып аламыз. Пирогымыз піскенше оған дейін ганашты әзірлейміз. Ол үшін сары май қажет болады. Шоколадтың барлығын осылай су моншасында ертіп аламыз. Ертіп алғаннан кейін оған тағы да арахистерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Әркімнің пеші қыздар әртүрлі, сол себепті міндетті түрде қарап көріңіздер. Мінекей 30 минутта дайын болды. Енді жақсылатып суытамыз. Пирогымызды 15-20 минуттан кейін суытып алған соң, осылай үстіне ганашын құйып, тоңазытқышқа тағы да бір 15-20 минут қалып қоямыз. Ерекше дәмді сникерс пирогы дайын болды. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Кәдімгідей жұп-жұмсақ болып шығады. Рецепт ұнап жатса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.